Кешкі асқа не дайындайым деп басымыз ауырмайтындай, осындай ас дайындап көрейік. Керекті заттарға тауықтың төс еті. Осындай 2 тауықтың төс етін 4 бұрыштылап турап дайындап қоямыз. Төс етке арнап кляр дайындадым. 1 жұмыртқа, шым-шым тұз, қара бұрыш және паприка, сосын 1 чеснок үкіштен өткізіп аламыз. Араластырып алып, жаңа дайындап қойған тауық төстерін салып қойып қоямыз. 2 штук сәбіз, 3 штук картошка барлығын осылай дөңгелектеп турап аламыз. Және оны 10 минутқа суға қайнатып алдым. Міндетті түрде 10 минут қойып қойыңыздар. Қатты пісіп те кетпесін, өйткені қалғаны духовкада пісуі қажет. 1 үлкен бас жуа, оны да осылай дөңгелектеп турап аламыз. Және де 2 бас қызанақ, оны да дөңгелектеп турап аламыз, дайындап қоямыз. Әрі қарай бізде баклажан, яғни баялды деп атайды. Баялдыны да осылай видеода көрсеткендей турап аласыздар. Қалауларыңыз бойынша укропты қоссаңыздар болады. Менде азғантай укроп қалған екен. Бағана 10 минутқа пісіріп қойған картошкамыздың барлығын мұздай суға салып, сосын осылай барлығын қойып шығамыз. Сол кезде оңай болады. Сосын ортасына сәбіздерді қойып шығамыз. Әрі қарай дәл осы видеода жасағандай жасай беріңіздер. Укропты, сосын жуаны бетіне осылай орналастырамыз. Сосын помидорларымызды барлығын орналастырып аламыз. Егерде болгарский перец болып жатса, оны да қосып жіберсеңіздер болады. Баялдының орнына қоссаңыздар да болады. Барлығын осылай өткізіп аламыз. Жіңішке таяқшаларға өткізіп болғаннан кейін азғантай су қосып, тұз, бұрыш, паприка қосып, азғантай болғанда жарты кеседен жоғарылау қылсаңыздар да болады. Көптеу су болса жақсы піседі, достар. Жиектеріне қосып жібердім. Сосын бетін міндетті түрде фольгамен орап жіберіңіздер. Сосын пісуге 15 минут қалған кезде ашып қойыңыздар. 1 сағатқа қоясыздар. Пісуге 15 минут қалған кезде фольганы алып тастап, 15 минутта қойып қойыңыздар. Сол кезде әдемі болып піседі. Біздің міне асымыз дайын болды. Ас болсын, сау болыңыздар. Маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар, достар.